Жөндеу науқанының 3 жылы ішінде станциядағы технологиялық олқылықтардың саны 190-нан 8-ге дейін төмендеді. Нәтиже керемет. Бұл олқылықтардың орнын толтырып, жаңалау, жою жұмыстары жылыту маусымының еш кедергісіз өтуіне және жылумен жабдықтау сапасына оң әсерін тигізетіні де сөзсіз. За период 23 год 2023 жылдан бері көптеген технологиялық бұзылулар орын алды. Нәтижесінде орталықтағы негізгі және қосалқы жабдықтарды істен шықты. Жергілікті бюджет пен Самұрық энергия қоғамы тарапынан бөлінген қаржыландыру есебінен осы бағытта ауқымды жөндеу жұмыстары өткені белгілі. 2023 жылмен салыстырғанда олқылықтардың 90% қалыпқа келтірілді. Самұрық энерго акционерлік қоғамы Павлодар облысы мен Екібастұз әкімдіктерінің бірлескен жұмысы арқасында станциядағы жағдайды бақылауға алуға мүмкіндік туды. Жыл сайын қайта жаңарту жұмыстарына айтарлықтай мол қаражат бөлінеді. Сол себепті төтенше жағдайға жетелемейтін барлық амал әрекеттерді сақтап, қажетті жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізу аса маңызды. Жөндеудің ауқымды бөлігі ақпан айынан басталды. 5-ші жылу қазандығын келер айдың 30-ында жөндеп, қалыпқа келтірілген түрде тапсырамыз деп отырмыз. 8-ші қазандықтың кеңейтілген ағымдағы жөндеу жұмысын осы айдың 30-ында аяқтау жоспарымызда бар. Дәл осындай 13-ші жылу қазандығының кеңейтілген жөндеуінде келер айдың аяғында аяқтамақпыз.